Өмір жолында әртүрлі сынақтардан өтеміз, сабақ аламыз. Бұл сынақтар мен сабақтар біз үшін тәжірибе болып жазылады, иә? Соған байланысты өзіміздің әрі қарай даму векторымызды анықтаймыз. Қазір мына менің көзім ісіп, бір өзімді бір сезімдерден қазір өтіп алдым. Содан шығып мына видеоға шығып отырмын. Енді сол әрбіреуіміз дәл осы уақытта әртүрлі өмірдің бір сынағынан өтіп жатырмыз. Соны бір түйін ретінде қабылдап, содан бір сабақ алсақ, мына орысша осознание деген бар ғой, соны түсінсек, не үшін бұл біздің өмірімізде болып жатыр? Әрі қарай даму векторымызды қалай қарай бұрамыз? Құрбан болып, өз-өзімізді айыптай беріп, құрдымға кетеміз бе? Немесе өзіміздің сол әлсіз екенімізді, дәл қазіргі сәттегі бір әлсіздіктерімізді өз-өзімізге мойындап, әрі қарай жарқын жаққа қарай ниет қыламыз ба? Осы біздің әрі қарай жолымызды анықтайтын компас. Бірақ бәріміз адам баласымыз. Қаншалықты сол осы өмірдің бір кілтін таптым десеңіз де, қаншалықты сол өмірдің бір өміріңізді қаншалықты өзіңіздің қолыңызға алдым десеңіз де, кейде сол әлсіздіктерге орын беріңіз. Әртүрлі эмоциядан өзіңізді өткізіп алыңыз, себебі сіз адамсыз, адам баласысыз. Адам баласы болғаннан кейін өкініштің де эмоциясын шынайы түрде жүрегіңізден, бүкіл денеңізден өткізіп алыңыз. Күйініш, қорқыныш, әртүрлі бір енді әртүрлі, қалай айтсам болады, өзіңіздің жүрегіңізді қазір тыңдап көріңіз, қандай сезім бар? Сол жүрегіңіздегі, жалпы денеңіздегі сезіміңізді атаңыз. Ол не? Ол қорқыныш па? Ол бір діріл бар ма? Дірілдеп тұрсыз ба, иә? Басқа біреуден өзіңізді артық көріп тұрсыз ба? Соның барлығын атаңыз, яғни ауруыңызды анықтаңыз өзіңіз, диагностика жасаңыз. Мойындағаннан кейін осы бір сезім ең кемінде 50%-ға басылады. Содан кейін ниет қоясыз. Мысалы, қазіргі таңда, қазіргі уақытта қорқыныш басым болатын болса, әрі қарай мен бұл өмірге сенуге, өзімді батыл ұстауға ниет қылдым. Бірақ ол батылдығыңыз қолдан жасалған батылдық болмасын. Яғни мен батырмын, мен ештеңеден қорықпаймын деп бағана өз-өзіңізді бір көтеру емес, ниет қоясыз, мен өмірге сеніп өзімді тапсырдым. Және батылдығымды арттыруға, сенімділігімді арттыруға ниет қойдым. Соған байланысты бұл кеңістіктің өзгергенін байқаңыз. Бұл кеңістік өзімен өзі өзгере қоймайды. Яғни сіз қазір қорқақ болып тұрсаңыз, батыр болуға ниет қойсаңыз, яғни өмірге сенуге ниет қойсаңыз, бір-екі күннен кейін өзіңізді бір сенімді адам ретінде шыға қоймайсыз. Олай жасамайды. Бұл өмір, бұл кеңістік олай жұмыс жасамайды.
Сіз сол қорқынышыңызды мойындағаннан кейін сол қорқыныштың энергиясы басылады да ниет қоясыз, яғни өзіңізді бір сенімді сондай бір адам болуға ниет қылдым деп. Содан кейін сіздің өміріңізге әртүрлі адамдар келеді. Сіздің сеніміңізді басатын, яғни сіздің үстіңізден бір үстемдік жасағысы келетін бір адамдар келуі мүмкін. Немесе соншалықты бір сенімсіз жағдайға түсіп қалуыңыз мүмкін. Сол жерде байқаңыз өзіңізді. Так, мен неге сондай бір сенімді адам болғым келеді? Неге бұл жағдайда мен өзімді бір сасқалақтап тұрмын? Содан байқасаңыз, яғни сол бағана ниетіңіздің орындала бастағаны, сол бір адамдармен болып жатырған жағдайларды байқағаннан кейін сіздің сенімділігіңіз арта бастайды. Сіз сол байқап, енді тағы да бір адаммен бір жағдай болып қалғанда өзіңізді басқаша ұстай бастайсыз. Сол бағанаға әртүрлі адамдар сол бір-екі күннің ішінде болуы мүмкін. Яғни бүгін ниет қылдыңыз, кешке жұмысыңыздан үйіңізге мысалы автобуспен бара жатырғанда автобустың ішіндегі бір жағдай болады. Одан түскеннен кейін аялдама, одан кейін үйіңіздің подъездің алдында бір достарыңызбен, яғни сол бір жарты сағат, 2 сағатты уақыттың ішінде сол бірнеше жағдайлар орын алуы мүмкін. Қаншалықты интенсивті сіз дамып жатырсыз, соған байланысты. Немесе ол бірнеше күн алуы мүмкін, бір апта кетуі мүмкін. Мен жаңа осы видеоны түсірместен бұрын өзімнің сол балаларымды сағынып, қазір Ақтауда олар. Олармен де қазір бір сол бұрынғы әйелімнің қазіргі күйеуі, өте жақсы адам. Сол менде жақында бір жағдай болды, бір әңгіме болды. Сол енді менің балаларым солардың қолында ғой. Соларды бір жағынан мен қазір сағынып, сол өзімді бір әкелік сағыныш сезіміне өзімді бір батырып алдым. Содан кейін өзімнің дүниеден өткен әкемді есіме түсірдім. Менің жасым 20-да болғанда дүниеден өтті. Яғни менің әкем мен туралы қалай ойлады, мені қалай жақсы көрді. Ол кісі мені жақсы көргенмен, мен қалағандай білдіре алған жоқ маған деген сезімін. Бірақ сол адамның жүрегін кәдімгідей сездім. Өмірінің соңғы комаға түсіп кетпестен бұрын соңғы рет көргенде қатты бір жылап жіберді менің әкем. Ауруханада жатты, сөйлей алмай жатты, бірақ жылап жіберді қатты. Соңғы рет көргенім сол. Соңғы рет көргенім дегенде бағана сөйлей алатын кезінде соңғы рет көргенім, содан кейін комаға түсіп кетті, содан кейін үйге келді. Бір күнде бір демалып жатты да, менің көзімше қайтыс болды. Сонда сол әкемнің қазір сол бір ойға батып, сол сезімге батып, сол әкемнің не сезгенін мен сезіп оттым. Мен дәл қазір сол өзімнің 2 ұлымды сағынып, соларға бір істей алмай жатырған бір нәрселерім туралы ойладым. Әкем қаншалықты сол өкінішпен өтті бұл өмірден. Осы балама мен жетерліктей жасай алған жоқпын деп. Бірақ бұның барлығы сабақ, бұның барлығы бір тәжірибе. Баста өлеңінде айтады ғой, Сансара деген өлеңде, наши дети будут лучше, чем мы. Сондықтан біздің балаларымыз бізден де жақсы болу керек. Ол үшін біз өзіміз өмірдің сабағынан түйін алып, өзімізді реттеуіміз керек. Содан кейін келесі ұрпақ бұл сабаққа қайтып келмейді. Егер біз дәл осы уақытта осы сабақтан дұрыс өтпесек, бізден тараған ұрпақ сол сабақты қайталау керек болады. Бірақ ол сабақ бірнеше еселеніп қайталанады. Бірнеше рет еселенген күшпен. Сондықтан өздеріңізбен жұмыс жасаңыз. Өздеріңіз үшін және балаларыңыз үшін.